Мен де өздеріңіз сияқты бала тәрбиелеп отырған адаммын. Бүгін мен күнделікті тренинг емес. Әрбір ата-ана үшін өзекті де қиын тақырыпты қозғайын деп отырмын. Ол қазіргі таңда біздің қоғамда белең алып бара жатқан жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау, яғни суицид туралы болмақ. Біз күнделікті өмірде кейбір келеңсіз жағдайларда ондай нәрсе біздің өмірімізде ешқашан болмайды деп ойлаймыз. Солай ғой. Бірақ біз қоғамда өмір сүргендіктен аяқ астынан, әсіресе балаларымыздың өмірінде біз түсінбейтін, біз ойламаған келеңсіз жағдайлар орын алып қалу мүмкін бе? Мүмкін ғой, мүмкін. Міне. Сол кезде біз оған дайынбыз ба? Біз ата-ана сондай жағдай орын алған кезде балаларымызға қандай көмек бере аламыз? Бүгінгі әңгіме сол туралы болмақ. Әке, ертең мектепке ата-аналар жиналысына шақырған. Соған анам бара алмайым деді. Көріп тұрсың ғой, жұмыс істеп жатырмын. Кейін сөйлесекші. Сосын әке, осы аптада футболға барамыз деп едік қой. Астана мен Маккаби ойнайды. Қанат, басымды қатырмашы. Кейін сөйлесек дедім ғой. Әне, шатасып кеттім. Барш бөлмеңе. Ержан, тамақтайын. Жүр, әйтпесе суып қалады. Сендерге не болған? Жұмыс істетпедіңдер ғой? Енді кешкі астайын болды ғой. Қазір барам. Телефоныңды ең болмаса тамақ ішкенде қоя тұршы. Жабысып қалыпсың ғой. Жұмыс қой. Білесің, ана проектін алуым керек. Егер мен сол проектін ұтатын болсам, 1 жыл бойы үлкен-үлкен компаниялармен жұмыс істеймін. Адамдармен сөйлесіп отырмын. Ертең Қанаттың мектебінде жиналыс болады. Осы жолы сен бар. Менің қолым тимейді. Өзің бара бер жиналысына. Ержан, өткенде мен бардым. Енді сенің кезегің. Бала тек менікі ме? Сен неменемен санасасың? Сөз түсінбейсің бе? Үлкен жоба дедім. 1 минутта уақытым жоқ. Алло, Эльмира ханым, сәлеметсіз бе? Иә, сөйлесе алам. Нені айтасыз? Презентация? Ол дайын. Бәрі ойдағыдай. Ертең жеткізем. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы.
Менің де диссертациям бойынша жұмысым үйліп жатыр. Эльмирочкаң күте тұрады. Проекттің өртеніп кетпесі. Бала саған да керек шығар. 2 сағатыңды қиып, қанаттың жиналысына барып қайт. Алма, қойшы осындайыңды. Бір дұрыстап тамақ ішейік. Не болды саған? Іш. Сен ақ іш. Сен ақ жұмыс істе. Біз адам емеспіз ғой. Жүре бер осылай елге жақсылық жасап. Ал өз үйің, өз отбасың, өз балаң саған керек емес қой. Сенің де мектебің бір бәле болды ғой. Жиналыс. Тағы не бүлдірдің? Бізге деген уақытың мүлдем жоқ. Бұл үйде сенен басқа адам емес па? Сен ойыңа келгенді істеп жүре бересің. Не деген адамсың? Сен, менімен санаспа. Мен еркекпін. Өзім не қалайым, соны істейін. Бала тек менікі ғана емес. Ол сенің де балаң. Оның тәрбиесіне екеуміз бірдей жауаптымыз. Ей, сен, көп сөйлемеш, а? Басымды қатырма. Қатырмасам қатырма. Сенің осыңдайынан шаршадым. Жиналысымызды айдың аяғына қарай жасаймыз. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қанат, сенің атанан келмеді ғой, айтып па едің? Қанаттың ата-анасы ешқашан мектепке келмеген ғой. Олардың уақыттары жоқ қой. Сендер не қылып тұрсыңдар? Үйлеріңе қайтыңдар. Қасына тап қалып, телефонын бер деген ғой. Сөйтіп бермеймін дейді. Қалай жағдай, бауырым? Сенің атың кім еді осы? Қанат. Қанат, мына жолды көрдің бе? Осы жолды адамдар қиналып салды ғой, сен сияқты адамдар өтсін деп. Болмайды ғой енді. Ол үшін бұндай жерден өту үшін бірдеңе тастап кету керек. Қане, не бар, қалтаңдаған шығаршы? Телефоны күшті ғой. Беш көрейін деді. Әкешім. Қайтарыңдар. Тоқта. Ашуланба, бауырым. Ашуланбаса. Телефон енді біздікі ғой. Әкел бері. Жалғыз балаңа уақытың жоқ. Онда неге тудырдың оны? Маған ғана керек пе?
болдуңдар сендер? Саған біреу тиістеді ме? Тиістеді ме деймін? Енді бұл жерге жолаушы болма. Бар, көрінбе көзіме. Кет! Күнделікті теледидардан, жаңалықтардан естіп көріп жүрген кейбір келеңсіз жағдайларды біз елемейміз. Тіпті ондай нәрсе менің өміріме ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймыз. Ал негізінде ол жағдайлар бар, және олар біздің өмірімізбен қатар жүріп жатыр. Тіпті соның ішінде болып жатқан кейбір келеңсіз жағдайлар біздің басымыздан да өтіп жатады. Неге? Тереңірек үңілсек, ол кезінде біздің жасап кеткен қателіктеріміз. Сол қателіктер осындай жағдайға әкеліп соғуы әбден мүмкін. Менің айтайын дегенім, біз балаларымыздың бойындағы болып жатқан өзгерістерді неғұрлым тезірек байқасақ, соғұрлым бізге жақсы. Соғұрлым біздің балаларымызға жақсы. Әйтпесе тым кеш болуы мүмкін. Ту тауда күн күркірегені қандай? Ту тауда күн күркірегені қандай? Оны мына менен сұра. Оны мына менен сұра. Жазғы каникул сайын жартасы төбеңе құлайтындай көрініп тұрған жасыл жайлауда қой жайған қызық қой шіркін. Енді асықпай жазамыз. Жазғы каникул сайын жазамыз. Жазғы каникул сайын жартасы төбеңе құлайтындай. Жартасы төбеңе құлайтындай көрініп тұрған жасыл жайлауда. Көрініп тұрған жасыл жайлауда. Көрініп тұрған жасыл жайлауда. Қой жайған қызық қой шіркін. Қой жайған қызық қой шіркін. Әке шешесі сызықша арқылы. Ассалаумалейкум. Мен осы аумақтың учаскелік инспекторы аға лейтенант Асанов. Уағалейкум ассалам. Не болды? Сізбен сөйлессем деймін, бір-екі сұрағым бар. Уақытым жоқ. Тезірек. Мынау сіздің ұлыңыз ба? Иә. Бір нәрсе бүлдірді ме? Жоқ, ештеңке бүлдірген жоқ. Бірақ кеше шатырда жүрдім. Бұл өте қауіпті. Бірдеңе сындырған жоқ па? Жоқ, сындырған жоқ. Біреудің үстіне бір нәрсе тастап жіберген жоқ па? Жоқ. Ендеше менің неге уақытымды алып тұрсыз? Бірақ енді тыңдаңыз. Балаңыздың өміріне бұл өте қауіпті. Менің уақытым жоқ. Қадағалағаныңыз жөн.
көңіл күйің жоқ қой, Қанат, бәрі дұрыс па? Біздің сынып Қыжбек пьесасын қоятын болды. Сен қатысасың ба? Жоқ. Неге? Сен бұрын Төлегеннің рөлін ойнап едің ғой. Биыл да қатыспайсың ба? Бәлкім бірінші орын алармыз. Мен Жібек болам. Жоқ дедім ғой мен саған. Маған неге айғайлайсың, Қанат? Менде шаруаң болмасын. Кетші бар. Жібекпін дейді ғой. Қанат, сабақтан соң екеуміз асықпай сөйлесуіміз керек. Тек кетіп қалма. Балалар, тәрбие сағаты біткен соң сыныпқа кіріңдер. Жарайды, апай. Қанат, түскі астың уақыты болып қалды. Жүр бірге барып тамақтанайық. Сосын сөйлесеміз. Қанат, адам өмірі түрлі кезеңдерден тұрады. Мысалы, сәби кезі. Одан кейін бала кез, бозбала шақ. Одан әрі ересек өмір. Сен бұл кезеңдер туралы білесің бе? Қанат, тамағыңды ішіп алсаңшы. Қарныңды ашып қалған шығар, сабақ аяқталды. Сосын сыныпқа барып сырласайық. Әр адамның, әсіресе баланың көкейінде түрлі сұрақтар болады. Сен бозбала шаққа келіп қалдың, демек сенің де сұрақтарың бар. Солай емес пе, Қанатжан? Сен өзгеріп кеттің, көңіл күйің жоқ. Бұрынғы Қанатты жоғалтып алған сияқтым. Сырыңды айтшы, мен сен үшін уайымдап жүрмін. Бәлкім менің саған көмегім тиер. Менде ешқандай сыр жоқ. Маған бәрібір ешкім көмектесе алмайды. Уайымдамаңыз. Кез келген адамның өмірінде қиын сәттері болады. Адамдар, әсіресе сен сияқты ер жігіттер, қиыншылықтарды өздері шешуге тырысады. Бірақ оны шешу жалғыз адамның қолынан келмейді. Бұл қиыншылықтар бітеді жақын арада. Менің ешкімге керегім жоқ бұл өмірде. Сізге менің не керегім бар? Жақын арада шешіледі деп нені айтып отырсың? Өміріңді қиюдың амалын жоспарлап қойғансың ба? Иә. Мен ол туралы көп ойландым. Қанатжан, айналайын, өзің өлімге қию мәселенің шешімі бола алмайды. Бұл өмірге адам бақытты болу үшін ғана келеді. Сен білесің бе? Дәл сенің жағдайында болған адамдарға көмек беретін мамандар бар. Менің естуімше, олар көптеген адамдардың өмірін сақтап қалған. Сол адамдар қазір барлық қиындықты жеңіп, бақытты өмір сүріп жатыр. Айналайын, Қанатжан, енді сенің қиыншылық жағдайынан шығуға мен де көмектесем. Сен жалғыз емессің, соны есіңнен шығарма. Екеулеп кез келген жағдайды жеңе аламыз. Сіз маған көмектесесіз бе?
Қалай? Ертең сабақтан соң сенімен сол адамға бірге барам. Барлығы жақсы болады. Тек ертең сабаққа келуші бол. Мен сені күтем. Жарай ма? Жұлдыз Естай қызы. Ал енді балалар сабақ аяқталды. Ертерек үйлеріңе қайтыңдар. Темір. Қанатжан, көңіл күйің қалай? Білмеймін, апай. Бірақ сіздің кешегі сөзіңіз мені ойландырып жүр. Сіз кеше қандай адам туралы айттыңыз? Біздің мектепте Жұлдыз Естай қызы жұмыс істейді. Өзі өте білікті маман. Сол кісі бізге көмектесетініне сенімдімін. Ол кісі кім? Мектеп психологы. Оған несіне барам? Мені есінен адасты деп ойлайсыз ба? Ертең балалар біліп қойса, мазақ қылады ғой. Жоқ, Қанатжан, психологқа есінен адасқан адам барады дегенін дұрыс түсінік емес. Ол кісі адам жанын емдейтін маман. Бірге барайық. Сен уайымдама. Келесі аптада Жұлдыз Естай қызы сыныпқа келеді. Ойын сабақтарын өткізеді. Сонда классымыздың барлық оқушылары сол кісімен жақын араласады, танысады. Ал ең бастысы, біздің жағдайымызда ол бізге жақсы кеңестер айтады. Уайымдама, біз біргеміз ғой. Жүрші бірге барайық. Жұлдыз Естай қызы. Майра ханым, келіңіздер, кіріңіздер. Жүр. Мен мына баланы танитын сияқтымын ғой. Бұл баланың есімі Қанат емес пе? Иә, есімі Қанат. 9-шы сыныпта оқиды. Өзі өте өжет, әрі шыншыл бала. Оны айтпасаңыз да түрінен ақ көрініп тұр. Ал Қанатымызды қандай мәселе мазалайды екен? Оны өз айтар. Жұлдыз Естай қызы, сіз енді көптеген сұрақтарға жауап беріп, адамдарға көмектесуші едіңіз ғой. Майра ханым, мен сізді түсіндім.
Ендеше Қанат екеуміз жеке қалып әңгімелесейік. Әрине, Қанат қарсы болмаса. Жақсы, онда мен сыныпта болам. Я, жақсы, бара беріңіз. Кел, Қанат, отыра ғой. Жалпы, жағдайың қалай? Бос уақытында немен шұғылданғанын ұнатасың? Мен коллекция жинаймын. Коллекция? Қызық екен. Қандай коллекция? Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Дариға Оспан қызы ма екен? Я, тыңдап тұрмын. Бұл 101-ші мектептің психологы Жұлдыз Естай қызы. Жұлдыз, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы, сол жұмыс жайында сізге хабарласып тұрмын. Сіздің учаскеңізде Рачановтар отбасы бар емес пе? Кім дедіңіз? Рачановтар отбасы. 14 жасар Қанат есімді жеткіншек ұлдары бар. Есіңізде ме? Я, менің қызмет көрсететін учаскімде Рачановтар отбасы бар. Не болып қалды? Сол отбасындағы 14 жасар Қанаттың мәселесі жайында ақылдасуымыз керек. Бұл баланың өміріне тікелей қатысты болып тұр. Я, бүгін кешкі 5 шамасында емханаға келіңіз. Ақылдасайық, күтем. Жақсы. Міндетті түрде келем. Сау болыңыз, рахмет. Алло? Нұрлан Ақанұлы, сәлематсыз ба? Аха, сәлематсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Маған мектеп психологы хабарласқан еді. Кездесу қажеттілігі туралы айтты. Ақылдасу керек. Сіз кешкі 5 шамасында емханаға келе аласыз ба? Ойпырмай бір тығыз шаруаларым бар еді енді. Бірақ енді бала өмір үшін келем ғой. Жақсы, күтіңіздер. Рахмет, кездескенше. Жақсы, сау болыңыз. Сәлематсыз ба, Жұлдыз, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлематпыз. Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы. Жұлдыз, сіз Нұрлан Ақанұлын білесіз? Бұл кісі психикалық денсаулық орталығының психиатр, бас маманы. Ана мәселені айтыңыз Нұрлан Ақанұлына. Менің кабинетіме 9-шы сынып жетекшісі Майра ханым өзінің оқушысын алып келген болатын. Баланың есімі Қанат, жағдайы өте күрделі. Себебі жақын арада ол өзінің өмірмен қоштасуға талпыныс жасаған болатын. Осы мәселеге байланысты біз дереу шешім қабылдап, балаға көмектесуіміз қажет. Жұлдыз, сіз баламен жеке сөйлесіп, сауалнама өткіздіңіз бе? Иә, әрине.
Дариға ханым, сіз қарай беріңіз. Ал Жұлдыз, басқа қандай мәліметтер бар? Не ойлайсыз? Баланың қауіпті халін ең бірінші болып байқаған сынып жетекшісі Майра ханым. Ол өзінің психикалық денсаулығы жағынан сауаттылығын көрсетті. Ұстазымен сөйлескеннен кейін мен Қанатпен дос болып жүрген сыныптастарымен де сөйлесіп үлгердім. Олар барлық ақпараттың шынайылығын растап отыр. Ал баланың өзіне келетін болсақ, ол үйде жалғыз тәрбиеленуде. Бірге туған іні қарындастары жоқ, ата-анасы бар. Ата-ананың мейірімі балаға аздау бөлінетін сияқты. Мен оны әңгімелескенде байқадым. Себебі баланың бойында әлеуметтік жетімдік, жалғыздық көп байқалады. Қанаттың сыныптастарымен де қарым-қатынасы күрт төмендеп, оқу үлгерімі де нашарлап кеткен. Ал, дәрігер ханым, сіз не айтасыз? Дұрыс айтады. Баланың көңіл күйінің бұзылғанына 3-4 айдан асып кеткен. Депрессия мен дағдарыстық күйге өте бастауының белгілері бар. Бала өмірін қию туралы шешім қабылдап, тіпті оны жоспарлап үлгерген, талпыныс жасаған. Менің ойымша, баламен дереу құтқару жұмысы бастау қажет. Иә, Дариға ханым, Қанат жақында бұзақылардың кемсітуіне түскен. Сол оқиға баланың бойындағы сезімдеріне күшейтпелі фактор болып әсер етіп, ол өзінің өмірін қиюға шешім қабылдаған. Бала биіктіктен секіру үшін өз үйінің шатырына шыққан екен. Әй бала, не істеп жүрсің мұнда? Бірақ учаскелік инспектордың көзіне түсіп қалып, ойын іске асыра алмаған. Түсінікті. Дұрыс айтасыздар. Бұл күттірмейтін жағдай. Қазір кеш болып кетті. Жұлдыз, сіз баланың үйіне телефон соғып, оның ата-анасымен бірге екеніне көз жеткізіңіз. Жақсы. Таңертең ата-анасын мектепке шақыртыңыз, олармен сөйлесіңіз. Баланы сабақтан сұрап алып, ата-анасымен бірге емханаға келіңіз. Түсіндіңіз ғой? Дариға ханым, сіз таңертең оларды қабылдауға тырысыңыз. Сөйлесіңіз, жағдайды дереу бақылауға алып, баланың өмірін сақтап қалу үшін ата-анасымен бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Мен ертең емханаға ертерек келермін. Жақсы онда, сау болыңыздар. Жақсы, келістік. Сау болыңдар. Жақсы, сау болыңыздар. Бала суицидке барар алдында қоғамға түрлі белгілер бере бастайды. Міне, дәл осы белгілерді қоғамдық қызметте жүрген әрбір адам жақсы білу керек. Әсіресе, мектепте сол баламен бірге оқып жүрген оқушылар, мұғалімдер, сол мектепте жұмыс жасайтын әрбір қызметкер осы сұрақ бойынша өте сауатты болу қажет. Әсіресе, бірінші орында ол әке-шешесі. Балам, не істеп отырсың? Үй тапсырмасын орындадың ба? Орындадым. Қане көрейінші? Орындадым дедім ғой. Несіне тексересіз? Жай, дәптеріңді көрейін дегем. Әшенде тексермейсіз ғой. Неге қазір көре қалдыңыз? Қанат, бәрі дұрыс па? Неге сонша ашулысың? Ашулы емеспін. Немене дереу ашулысың деп?
Айтпақшы, мен сенің коллекцияңа бір қып-қызыл машина салып қойдым. Демек, байлығың бір көлік артты. Қанат, егерде саған менің сыйлығым ұнамаса, оны ертең басқасына ауыстырып алуға болады. Маған енді ештеңе керек болмайды. Неге олай дейсің, балам? Маған ештеңе де қызық емес. Коллекцияның түкке қажеті жоқ. Не болды? Қанатқа бірдеңе болған ба? Не дейді? Білмеймін. Соңғы кездері тіпті өзгеріп жүр. Оған мән бермей-ақ қой. Қазір ол өтпелі жаста ғой. Не тамақ дайындап жатсың? Алло? Иә, әрине, сәлеметсіз бе? Жағдайларыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Сіз ертең мектепке келе аласыз ба? Сізбен сөйлесуім керек. Ертең менде кездесулерім бар еді. Түстен кейін келсем қалай болады? Жоқ, бұл өте маңызды мәселе. Сіз таңертең 9-да мектепке келіңіз. Сізбен сөйлесуім керек. Қанатқа қатысты ма? Не боп қалды? Телефонмен айта берсеңізші. Жоқ, келген соң сөйлесеміз. Телефонмен айтатын әңгіме емес. Менің телефон соққанымды Қанатқа білдіртпеңіз. Жарайды. Жақсы. Балам, сен неғып тұрсың? Сабақтан қалатын болдың ғой. Тездетсеңізші. Қанат.
Сәлеметсіз бе? Сәлематсыз ба? Не үшін шақырдыңыз? Қанаттың мәселесі жайында. Қазір психологқа бару керек. Психологқа? Иә, психологқа. Жүріңіз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар. Мә ал. Мынан бәрі маған ба сонда? Иә, ала бер. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба, Қанат? Мынау деген қымбат коллекция ғой. Иә дедім ғой, маған бұл керек емес. Мәссаған. Бұл менің арманым ғой. Қанат, байқа. Мен кейін қайтарып бермеймін. Бір алсам бітті. Мен сенен қайтып сұрамаймын, қорықпа. О жаққа бұл нәрсенің бәрібір қажеті жоқ. Қай жаққа? Сен бір жаққа кетейін деп жатсың ба? Өз-өзіне қол жұмсауға дайындалып жүрген бала өзінің іс-әрекетімен, сөзімен қоғамға түрлі белгілер бере бастайды. Мәселен, жанынан тастамайтын ең жақсы көретін затын достарына бере салу. Мұны өз істерін тапсыру деп атаймыз. Немесе, баламен сұхбаттасқан кезде әңгіме көбінесе жиі-жиі қоштасуға, қош айтысуға әкеліп тірелетіні. Әдетте бұндай нәрсені қасында жүрген достары, мұғалімдер, психологтар, әсіресе отбасы мүшелері байқай алады. Енді бұл жерге жолаушы болма. Сенің де мектебің бір бәле болды ғой. Балаңыздың өміріне бұл өте қауіпті.
оған мән бермей ақ қой. Қазір ол өтпелі жаста ғой. Баланы тыңдап, естіп, оған мұқият болу керек. Ғылымда мынандай дәлелденген түсінік бар. Адам өз өмірімен қоштасуға әрекет жасаса, және сол әрекеті іске аспай қалса, онда ол міндетті түрде бір өлімге әкеліп тірелетіні анық. Бұл ғылыми дәлелденген түсінік. Соңғы кездері тіпті өзгеріп жүр. Кеше шатырда жүрді. Бұл өте қауіпті. Қанат қайда? Сабақта болған.
сабақтан кетіп қалған. Жүріңіз. Ей бала, сен тағы шығып алғансың ба? Түс! Жақындама! Секірем! Ей балақай, сенің ақылың бар ғой. Түсе ғой. Жақындама дейм! Қанат. Балам. Нұрлан мырза, терапия қалай жүріп жатыр? Ілгерілеу бар ма? Әрине. Рахмет сізге. Жоқ, бұл бірлесіп жасайтын шаруа. Егер бірлеспесек, жұмыстың нәтижесі болмайды. Сонда ғана қаншама тағдырды сақтап қала аламыз. Біз әрқайсымыз өмір сақшыларымыз. Дұрыс айтасыз. Олай болса ішке кірейік. Біздің жағдайымыз бұрынғыға қарағанда жақсы. Жүріңіз.
Бұл бір көптен күткен демалыс болды. Мә, ал. Әкел, жақсылап тұрып шай ішейік. Әке, бүгін Астана мен Селтик ойнайды. Кешке қарай Астана аренаға барамыз ба? Әрине барамыз. Мен тіпті оған интернет арқылы билетті алып қойдым. Шын ба? Әрине. Әке, сіздің уақытыңыз бола ма? Жұмыс сенен маңызды емес, балам. Мен сендер футболдан келгенше дәмді тамақ пісіріп қоям. Балам, мамаң екеуміз саған арнайы сыйлық алдық. Бұл жаңа көліктердің коллекциясы. Мәссаған. Әке, рахмет. Енді мен тек спорт көліктерін ғана коллекцияма жинаймын. Жаным. Балам, хәле, хоп! Кейде өкінішке орай ата-аналар кеш қалып жатады. Біз балаларымыздың бойындағы өзгерістерді, құбылыстарды уақыт өтіп кеткеннен кейін ғана талдап жатамыз. Күнделікті өмірде жанымызда жүрген жақын адамдардың жеке өміріне мән бермейміз. Олардың жан дүниесіне үңілмейміз. Рухани көмек беруге асықпаймыз. Ал егер сол адамдар, мектептегі мұғалімдер, балалардың қасында жүрген жақын жора жолдастары егер мұқият болса, қанша баланың өмірін аман алып қалуға болар еді. Өмір сақшылары дегеніміз алыста жүрген адамдар емес. Өмір сақшылары ол сіздер, ол мен, ол біз, ол қоғам, ол жанымызда жүрген жақын адамдар. Ендеше, сол жанымызда жүрген жақын адамдардың жан дүниесіне үңіліп, бұл өмірде бәріміз бір-біріміз үшін жауапты екенімізді ұмытпайық. Рахмет.